барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге саяжайын. Дәл қазір менің ең сүйікті мультфильмді ағылшын тілінде көре отырып, өте ерекше сөздерді, сөз тіркестерін, грамматиканы үйренетін боламыз. Әрине, ол мультфильм Тайна Коко. Жеке өзім бұл мультфильмді оннан аса рет көрдім. Орыс тілінде, ағылшын тілінде, өкінішке орай қазақ тілінде жоқ. Бірақ егерде көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көруге кеңес беремін. Бірақ әрине менің талдауымнан кейін. Сабақты бастамастан бұрын өзімді қысқадан таныстыра кетейін. Мені ең алғаш рет көріп отырған болсаңыздар, толық есімім Жансая, бірақ барлығы мені Саяшайын деп атайды, себебі менің Инстаграмда, ТикТогымдағы есімім Саяшайын. Міндетті түрде менің Инстаграм мен ТикТогыма тіркеліп алыңыздар, өте ерекше ағылшынды күніге үйренетін боласыздар. Дәл осындай өте ерекше сабақтарды қазақ тілінде фильмдарды талдау сабақтарымды қалдырып алмас үшін міндетті түрде менің YouTube парақшама тіркеліп, мына жерде тұрған қоңырауды, колокольчикті міндетті түрде басып қойыңыздар. Егерде мен видео салатын болсам, бірінші болып сізге хабарлама келетін болады. Оған қоса мен Италияда магистратурада оқимын, сол жақтағы өмірім жайында Инстаграмда бөлісетін боламын. Міндетті түрде сіздерге пайдалы болады. Ол ма, мен дәл қазір 2 сағаттан соң, мына видеоны түсіріп болғаннан соң, Италияға уже ұшып бара жатырмын. Басқалар аэропортқа дайындалып жатса, мен видео түсіріп жатырмын сіздерге. Ал көп созбай сабақты бастайық. Алдымен мен таңдаған өте ерекше үзіндіні ағылшын тілінде қараймыз, ешқандай да субтитр болмайды. Одан кейін әрбір сөйлемді, әрбір айтылған сөзді бірге отырып талдайтын боламыз. Ay, muchacho. Huh? I asked for a shoe shine, not your life story. Oh yeah, sorry. I just can't really talk about any of this at home, so... Look, if I were you, I'd march right up to my family and say, hey, I'm a musician. Deal with it. I could never say that. You are a musician, no? I don't know. I mean, I only really play for myself. Did De La Cruz become the world's best musician by hiding his sweet skills? No! He walked out onto that plaza and he played out loud. Mira, they're setting up for tonight. The music competition for Dia de Muertos. You want to be like your hero? You should sign up. My family would freak. Look, if you're too scared, then, well, have fun making shoes. Come on, what did De La Cruz always say? Seize your moment? Show me what you got, muchacho. I'll be your first audience. Өте ерекше бөлім, бұл жақта өте қызықты сөздер, сөз тіркестері қолданылған, оған қоса акценттері де латино-американдық акцент, себебі бұл мультфильм мексикалықтардың бір мейрамы жайында. Ал өте ерекше сөздерді, сөз тіркестерін жіберіп алмас үшін бірінші сөйлемді бір қарап алайық. Ay, muchacho. Huh? I asked for a shoe shine, not your life story. Oh yeah. Ay, muchacho. I asked for a shoe shine, not your life story. Мына жақта өте қызықты сөздер көп. Ay, muchacho. Жалпы muchacho дегеніміз испанша сөз. Енді мына мультфильмді барлық мексикандықтардың атмосферасын беру үшін кішігірім испанша сөздерді қолданған. Muchacho дегеніміз кішкентай баланы айтамыз. Балақай деген мағынаны білдіреді. Ay, балақай деп айтып жатыр. Мына бір жердегі жаңа сөздерді жаттап алсақ, shoe shine. Жалпы shine дегеніміз жарқырау деген мағынаны білдіреді. Хит болған Риананың өлеңі бар ғой. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Яғни бриллиант секілді жарқыра деген мағынаны білдіреді. Shoe дегеніміз аяқ киім. Егерде екеуін бірге қосып айтатын болсақ, shoe shine аяқ киімді жылтырат деген мағынаны білдіреді. Жалпы негізі дәл осындай аяқ киім тазалайтындар бізде көшеде жүрмейді. Біздің культурада біреу сенің аяқ киіміңді келіп олай тазалап беру деген нәрсе жоқ. Бірақ Латино-Америкада, Турцияда да болу керек. Олар аяқ киімді сүрткен кезде барыншандай жылтыратып жасайды да, арнайы бір май жағады ма, бір сол жақтан бір шыққан бір смысл болып тұр. Әйтпесе негізі shoe cleaning деп айтса да болатын еді ғой, аяқ киім тазала деген секілді. Бірақ ол cleaning емес, shine деген сөзді қолданып тұр. Яғни аяқ киімді тікелей мағынасында жалтыратып бер деп тұр ғой. Келесі жаңа сөз life story. Life дегеніміз өмір, story дегеніміз история. Екеуін қосатын болсақ, өмір баян дегенді білдіреді. Яғни сенің өміріңнің историясы. Бірақ бұны негізі ерекше қолдану жол бар. Кейде болады ғой, мысалы бір адамға бір сұрақ қоясың ғой, мылжыңдап бір сұраққа жауап берудің орнында бір көп әңгіме айтып кетеді ғой. Сол кезде осылай айтсаңыз болады. Just
answer the damn question. I don't need your life story. Құрғыр сұраққа жауап берші, там ондай өмірбаяныңды айтып керек емес деген мағынаны білдіреді. Жалпы негізі бұл сөзді өте жиі қолданады. Жалпы интервьюларда, фильмдарда әсіресе өте көп. Және де мына бір жерде қызықты фразалық етістік қолданылған. Ask дегеніміз сұрау. Егер сіз бір затты біреуден сұрайтын болсаңыз, міндетті түрде for дегенді қосып айтамыз. Екеуі бірге жабысып жүреді. Мысалы, I asked a coffee деп айта алмайсыз. I asked for a coffee. Обязательно for деген сөз тұру қажет. Не болмаса, she asked for a help. Ол көмек сұрады деген мағынаны білдіреді. Міндетті түрде for-ды қосуды ұмытпаймыз. Ал енді сөйлемді толық аударатын болсақ, негізі мына бала, мына музыкантқа келіп, өзінің өміріндегі болып жатқан қиындықтарын, отбасысы бұған музыкамен айналысуға мүмкіндік бермейді ғой. Содан қалай қиналып жүргендігі жайында айтып отырды. Сол кезде айтады да, ай, балақай, мен сенен аяқ киімді жылтыратып бер деп сұрадым ғой, сенің өмірбаяныңды сұраған жоқпын дегенді білдіреді. Окей, бұл жер түсінікті болды деген ойдамын. Дальше кеттік. Oh, yeah, sorry. I just can't really talk about any of this at home. Oh yeah, sorry. I just can't really talk about any of this at home. Жалпы мына сөйлемде қиын сөздер ондай жоқ. Я, кешірім өтінем, мен негізі мына тақырыптардың ешқайсысын үйдегілерге айта алмаймын дегенді білдіреді. Бірақ сіздердің назарларыңызды қызық бір сөздерге аударғым келіп тұр. Just және де really деген сөздер, кішкентай сөздер болса да, мына бір сөйлемді бір сезімге толы етіп тұр. Мысалы, мен айтсам, I don't like it. Маған ұнамайды деген сөз. Бірақ егер де былай айтсам, I just don't really like it десем, маған негізі кішігірім ұнамай тұр. Яғни бұл жерге бір кішкене эмоцияны қосқыңыз келсе, осындай кішігірім сөздермен ойнасаңыз, сөйлеміңіз өте ерекше болады. Яғни мына жерден шынымен де көңіл күйі түсіп тұр ғой. Соның барлығын осы just пен really деген сөздің өзі барлық эмоциясын беріп тұр. Окей? Дальше кеттік. Look, if I were you, I'd march right up to my family and say, hey, I'm a musician, deal with it. Вау, осы бір сөйлемде өте ерекше сөздерді қолданған. Look, if I were you, I'd march right up to my family and say, hey, I'm a musician, deal with it. Ең бірінші бұл жердегі күрделі грамматиканы жаттап алсақ, негізі дайын тіркес ретінде беремін, сіз соны уже күрделі сөйлемді оп-оңай жасай алатын боласыз. Сонда, if I were you дегеніміз сенің орныңда болсам деген мағынаны білдіреді. Біз айтып жатамыз ғой, сенің орнында болсаң осылай жасар едім, сенің орнында болсаң ағылшын оқитын едім деген секілді. Дәл сол сөйлемді жасау үшін бізге if I were you деп айтасыз да, одан кейінгі екінші сөйлемде I would дейсіз де етістікті қоя саласыз. Мысалы, if I were you, I would take that job. Мен сенің орныңда болсам, ана жұмысқа орналасар едім. Не болмаса, if I were you, I would apologize. Мен сенің орныңда болсам, кешірім сұрар едім дегенді білдіреді. Яғни бұл негізі second conditionals деп аталатын өте күрделі грамматика, бірақ оның барлығын қазір айтып миларыңызды ашытпай қояйын. Мына бір тұрған дайын конструкцияны пайдалансаңыз, прям жоғарғы деңгейде уже ойыңызды айта аласыз. Және де бір өте маңызды нәрсе, көбісі if I was you деп айтып жатады. Бірақ бұл өте үлкен қате болып табылады. If I were дегенді қолданамыз, көпше түрде айтылады. To march up to someone. Жалпы бір кейде болады ғой, өте сенімді болып жүресің ғой, бір оталып дейді ғой, оталып тұрып сенімді болып жүруді to march up to someone деп атаймыз. Неге? Себебі march дегеніміз, мысалы, солдаттар маршировать етіп жүреді ғой, олар өте сенімді болып жүреді, сүмірейіп жүрмейді. Мысалы, military march. Военныйлардың маршы да, олар жүрген кезде аяқтар нық-нық басып жүреді, содан шыққан сөз. Мысалы, he marched right up to his boss and told him the truth. Ол бастығына от алып, сенімді болып барды да, шындықты айтты дегенді білдіреді. Немесе, кейде болады ғой, мысалы, ресторанға, кафеге барған кезде сізге тамақты дәмді емес қылып, не болмаса тұзын көп қылып алып келсе, көбісі үндемей ішіп отыра береді да, бірақ кейбіреулер болады да, өте уверенно болып тамақты алып барып, айтып, ауыстырып алатындар болады. Сондай бір ситуацияларда да айтуға болады. Мысалы, she marched right up to the waiter and asked for a new dish. Яғни аудармасында ол солай от алып, сенімді болып даяршыға барды да, жаңа тағамды сұрады дегенді білдіреді. Болады ғой, бір сенімді болып от алып біреуге барасыз ғой, сол бір ситуацияның барлығында осы тіркесті міндетті түрде қолдансаңыз ерекше болады. Келесі қызық сөз deal with it. Бұл дайын уже тіркес. Кейде айтамыз ғой, орыс тілінде смирись. Болды, осыны қабылда деген мағынада
қолданамыз. Қалай бар солай қабылда деген сөз. Мысалы, досыңыз айтса да сізге No, I don't want to walk. I'm so tired. Жүргім келіп тұрған жоқ, шаршап тұрмын десе айтсаңыз болады. Deal with it. We still have to go. Қалай бар солай қабылда. Бізге бәрібір де қазір бару керек деген мағынаны білдіреді. Окей, енді сөйлемді толық аударатын болсақ, look, if I were you, I'd march right up to my family and say, hey, I'm a musician. Deal with it. Так, тыңда, қара. Мен сенің орныңда болғанда отбасыма бара салып айтар едім. Мен музыкантпын, қалай бар солай қабылдаңдар деп айта салушы едім дегенді білдіреді. Бұл енді батылы жете алмай, айта алмай отыр ғой, соған айтып жатыр да. Ал дальше кеттік. Мигельдің жауабын тыңдайық. I could never say that. I could never say that. Мен бұлай ешқашан айта алмас едім. Негізі бұл жерде өте күшті тіркес, дайын етіп жаттап алайықшы. I could never дейсіз да, етістіктің өзін қоя саласыз. Бір кейде айтасыз ғой, мынаған менің дәтім жетпес еді, мынаған батылым жетпес еді деп айтасыз ғой. Сол моменттің барлығында осы дайын тіркесті қолдансаңыз болады. Мысалы, I could never talk to strangers like that. Мен бөтен адамдарға бұлай барып сөйлей алмас едім деген мағынаны білдіреді. Окей, бұл жер түсінікті болды деген ойдамын. Ары қарай кеттік. You are a musician, no? You are a musician, no? Сен музыкантсың, солай емес пе деген мағынаны білдіреді. Негізі бұл жерде кішкене грамматикалық қателік бар, бірақ разговорныйда, күнделікті өмірде прям грамматиканы қатты нақты ұстау қатты шарт емес. Сол себепті бұл өте натуральны, табиғи, өте әдемі естіліп тұр. Ал егер де грамматикалық жағынан дұрыс қылып айтатын болсақ, бұны грамматикасы tag question деп аталады. Соңын біз қазақ тілінде солай ма деп аяқтаймыз ғой, дәл сол конструкция. Мысалы, you are a musician, aren't you? Мына жақтағы көмекші етістік are ғой, соған notты жалғай саласыз. Не болмаса, she is beautiful, isn't she? Мына жерде көмекші is болғандықтан isға notты жалғай салдық. Ол әдемі ғой, солай ма деген мағынаны білдіреді. Окей, бұл жер түсінікті болды деген ойдамын. Ары қарай кеттік. I don't know. I mean, I only really play for myself. I don't know. I mean, I only really play for myself. I don't know. Білмеймін. Бірақ айтқым келгені мен тек қана өзім үшін ғана ойнаймын дегенді білдіреді. Гитараны айтып жатыр да. Бірақ мына жердегі маған өте қатты ұнап тұрған сөз I mean. Менің айтқым келіп тұрғаны деген мағынаны білдіреді. Және де сіз өзіңіздің ойыңызды бір нақтылау үшін қолдансаңыз, прям өте ерекше болады. Мысалы, I like him. I mean, as a friend. Мен оны жақсы көремін. Айтқым келіп тұрғаны дос ретінде деген мағынаны білдіреді. Не болмаса, it's expensive. I mean, it's worth it, but it's expensive. Мынау қымбат. Айтқым келгені бағасына тұрарлық, бірақ мен үшін қымбат деген мағынаны білдіреді. Кейде бірдеңкені бүйтіп тарс еткізіп айтасыз да, одан кейін оны кішкене нақтылап, бір ашып айтқыңыз келеді ғой. Сол кезде I mean дегенді қолдансаңыз, прям американдық стильде болады. Окей, бұл жер түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. Егер де менің YouTube-тағы видеоларымды қарап жүрген болсаңыз, демек сіз ағылшынды өте қатты үйренгіңіз келеді. Қайдан, неден бастаймын, нәтиже жоқ, курстарға бардым, әлі сөйлей алмаймын десеңіз, маған курсқа келсеңіз болады. Өте ерекше методикамен 3 айдың көлемінде Upper Intermediate-қа жеткізетін боламын. Ағылшынды қатаң қадағалаумен, өте ерекше методикамен менімен үйренгіңіз келсе, міндетті түрде видеоның астында мен сілтеме қалдырамын. WhatsApp-қа өтсеңіздер болады. Менеджердан сұрасаңыздар, сіздерге толық ақпарат береді. Оған қоса алғашқы 3 күнге гарантия беремін. Алғашқы 3 күнде деңгейіңіз өседі. Алғашқы 3 күнде сіз осыған дейін естімеген ақпараттар аласыз. Егер де ұнамаса, мүлдем нәтиже болмаса, сол 3 күнде толығымен 100% возвратта жасай аласыз. Сол себепті тез тіркеліп үлгеріп қалыңыз. Did De La Cruz become the world's best musician by hiding his sweet skills? No! He walked out onto that plaza and he played out loud. Did De La Cruz become the world's best musician by hiding his sweet skills? No, he walked out onto the plaza and he played out loud. Негізі өте ұзақ сөйлем болып тұр. Жалпы бірінші жаңа сөздерді жаттап алайық, одан кейін бірге аударамыз. Hide. Жалпы hide дегеніміз бір нәрсені жасыру деген мағынаны білдіреді. Мысалы,
Don't hide your feelings. Ішкі сезімдеріңді жасырма, да? Яғни hide дегенді кез келген нәрсені жасыру деген мағынада айтқыңыз келсе, осы етістікті қолданамыз. Hide his skills. Skill дегеніміз қабілет. Ол қабілеттерін жасырған жоқ деген мағынаны білдіреді. Мына жерде sweet деп айтып жатыр ғой, яғни тәтті, мықты, әдемі қабілетін деп айтып жатыр ғой. Енді Деля Круз дегеніміз ол музыкант, ол әнші, әдемі, тәтті дауысын деген мағынада айтқысы келіп тұр. Мына бір жерде бір қызық фразалық етістік бар, walk out. Жалпы out деген сөзді егерде етістікке жалғанған болса, примерно сырт жақпен бір байланысты сөз деп елестете берсеңіз болады. Себебі out деген сөздің өзі сыртқы жақты сипаттаған кезде қолданамыз. Тіпті спортта да, мысалы, теннис ойнап жатқан кезде, егерде доп сыртқа шығып кетсе, out деп айтады. Не болмаса, егерде спортшы ойыннан шығатын болса, you are out деп айтады. Яғни сен шықтың деген сөз. Сонда walk out деп айтатын болсақ, жүріп сыртқа шығу деген мағынаны білдіреді. Плаза. Плаза дегеніміз площадь дейміз ғой, қандай да бір үлкен алаңды сипаттаған кезде қолданамыз. Негізі жалпы плаза деген сөз ағылшын тіліне, испан тілінен енген болатын. Сол себепті мына жерде бір испанша да, бір жағынан ағылшынша да сөз болып тұр. Яғни аудармасында ол алаңға шықты да, played out loud. Жалпы out loud дегеніміз дауыстап деген мағынаны білдіреді. Яғни өзінің гитарасын дауыстап ойнады деген мағынада. Негізі out loud деген сөз өте көп қолданылады. Біздің дәл қазақ тіліндегі дауыстап дейміз ғой. Дәл солай болып аударылады. Мысалы, read out loud. Дауыстап оқы. Кейде адамға былай да айтуға болады. Think out loud. Ойыңдағыңды дауыстап айт. Ойыңдағыңды былай сыртқа қарай шығарып айт деген мағынаны білдіреді. Тіпті Эд Ширанның өте популярны болған өлеңі бар ғой. Thinking out loud. Яғни менің ойымдағыны дауыстап айтып жатырмын дегенді білдіреді. Яғни біреуге қызға деген сезімін ол басында болды ғой. Сөйтіп сол басындағы сезімдерін, ойларын дауыстап өлеңмен айтты деген мағынаны білдіреді. Place your head on my beating heart. Егер де мына толық сөйлемді аударатын болсақ, Деля Круз дегеніміз негізі осы бір мультфильмдағы атақты музыканттың есімі. Деля Круз сонда өзінің қабілеттерін жасырғаннан атақты болды ма? Жоқ, ол алаңға шықты да қатты дауысын шығарып гитарасын ойнады деген мағынаны білдіреді. Яғни өзінің қабілетін паш етті деген мағынада айтқысы келіп тұр. Күрделі сөйлем болды, бірақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ал ары қарай кеттік. Mira, they're setting up for tonight. The music competition for Dia de Muertos. You want to be like your hero? You should sign up. Mira, they are setting up for tonight. The music competition for Dia de Muertos. Испанша. You want to be like your hero? You should sign up. Жалпы Dia de Muertos дегеніміз, мына мультфильмді көргендер болса, сразу түсінеді. Мексикадағы қайтыс болған өзінің ата-бабалары жайында бір болатын мейрам. Бұл осы Мексикадағы болып жатқан мейрам, сол мейрамның аты. Яғни бұл мейрамда олардың түсінігі бойынша, олардың қайтыс болып кеткен туған туыстары, ата-бабалары осы күні олардың душалары, әруақтары келеді деген бір сондай түсініктері бар. Мира дегеніміз негізі испанша сөз. Look, қара деген мағынаны білдіреді. Негізі ағылшын тілі, испан тілі, итальян тілдері барлығы бір түбірден шыққан сөздер. Латын тілінен шыққан сөздер болғандықтан, мына жерде де кішкене ұқсас болып тұр. Жалпы mirror дейміз ғой, айна да. Mirror дегеніміз осы мира деген сөзден шыққан. Мысалы, айнаға біз қараймыз ғой, айнаны қарау үшін жасалынған нәрсе, иә. Сол себепті мира, қара деген мағынаны білдіреді. They are setting up. Дәл осы бір сөйлемдерде бір қызықты фразалық етістіктерге сіздердің назарларыңызды аударғым келіп тұр. Фразалық етістік дегеніміз екі сөзден қосылып жасалынатын етістік. Негізі фразалық етістікті де біз қазақ тілі арқылы үйренуіміз керек. Себебі как раз таки біздің қазақ тілде бізде бірнеше етістікті қосу арқылы етістікті жасай береміз. Айтып отырмын, жасап жатырмын деген кезде екі етістікті біз қосамыз ғой. Дәл сондай мағынада. Ал егерде up дегенді көріп қалсаңыз, біз қазақ тілінде айтамыз ғой, қойдым деп. Дәл сол мағынаны білдіреді. Мысалы, set up, дайындап қою, sign up, тіркеліп қою деген мағынаны білдіреді. Яғни up дегеніміз қандай да бір іс-әрекеттің аяқталғанын, істеліп қойғандығын білдіреді. Қысқаша айтқанда, біздің өзіміздің қазақ тіліндегі айтып қойдым, жеп қойдым, тіркеліп қойдым деген кездегі қойдым ағылшын тілінде up.
Мысалы, I set up my camera before filming. Мен түсірместен бұрын камерамды дайындап қоямын деген мағынаны білдіреді. Ал егерде sign up деген келетін болсақ, sign дегеніміз тіркелу, sign up тіркеліп қою. Мысалы, have you sign up for the gym? Сен спортқа жазылып қойдың ба деген мағынаны білдіреді. You should sign up деген жердегі should деген сөз модалды глагол болып табылады. Және де егер сіз біреуге кеңес бергіңіз келсе, осы should дегенді қолданамыз. Мысалы, you should watch movies in English. Фильмдарды, киноларды ағылшын тілінде көргенің жөн деген мағынаны білдіреді. Яғни мен сізге кеңес беріп жатырмын. Кеңес бергіңіз келсе, міндетті де should дегенді қолданамыз. Жаңа сөздерді, грамматиканы меңгердік. Енді толық сөйлемді бірге аударайық. Мира, they are setting up for tonight. Қара, олар бүгінгі кешке дайындалып қойыпты. The music competition for Dia de Muertos. Жалпы мына Dia de Muertos деген мейрам бар ғой. Сол мейрам қарсаңына орай бұларда осындай музыкалық кеш болып жатыр. Яғни сайыс, неше түрлі музыканттар шығып бір-бірлерімен жарысады. You want to be like your hero? Сен өзіңнің кумирің сияқты болғың келеді ма? You should sign up. Сен барып тіркеліп қойғаның жөн деген мағынаны білдіреді. Өте ұзақ сөйлем болды, бірақ сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деген үміттемін. Ары қарай кеттік. My family would freak. My family would freak. Жалпы would дегенді өте жиі қолданады, бір қиялдаған моментте қолдансаңыз болады. Мысалы, my mom would kill me. Мені мамам өлтірер еді. Мысалы, кейде болады, мен осылай жасасам, мен мамам өлтірер еді. Яғни ол ситуация әлі болған жоқ, сен бірақ қиялдап жатсың да, мен осылай болса не болар еді деген секілді. Сондай моменттердің барлығында would дегенді қолданамыз. Мысалы, my dad would never agree. Менің әкем мүлдем келіспейтін еді. Сен әлі сұраған да жоқсың одан. Просто сен өзіңнің фантазияңда қиялдап жатсың, осылай келіспейтін еді маған деп. Freak. Жалпы freak дегеніміз паника болу деген мағынаны білдіреді. Көп жағдайда freak out деп екеуі бірге қосылып айтылады. Бұл фразалық етістік. Бірақ енді мына жақта разговорный болғандықтан просто freak деп қысқартып қоя салған. Мысалы, don't freak out, but I have something to tell you. Паникавать етпе, мен саған бір нәрсе айтуым керек деген мағынаны білдіреді. My family would freak. Менің отбасым прям паника болар еді деген мағынаны білдіреді. Жалпы бұның отбасы музыкадан қатты қорқады. Егерде мен жаңағы сайысқа жазылатын болсам, олар прям паника болып шошитын еді деген мағынаны білдіреді. Ал ары қарай кеттік. Look, if you're too scared, then, well, have fun making shoes. Come on, what did De La Cruz always say? Look, if you're too scared, then, well, have fun making shoes. Come on, what did De La Cruz always say? Негізі, look дегеніміз қарау. Кейбір уақыттарда тыңда мені деген мағынада да қолданамыз. Мысалы, listen демей, кейде look, қара, тыңда мені деген мағынаны білдіреді. Егерде біреудің назарын аударғыңыз келсе, осы сөзді қолданамыз. If you're too scared. Scared дегеніміз қорқу. Дәл осы бір жерде бір қызық конструкция бар. Too scared. Too дегеннен кейін сын есімді қоятын болсаңыз, өте қатты деген мағынаны білдіреді. Яғни бір күшейту мағынада қолданғыңыз келсе, осыны қолданамыз. Мысалы, it's too expensive. Өте қатты қымбат. Too late. Тым қатты кеш. Too scared. Қатты қорқу деген мағынаны білдіреді. Have fun making shoes. Өте ерекше сөз. Мына жерде прям мындай американдық бір конструкция болып тұр. Have fun дейсіз да, етістікке ing жалғасаңыз, осы бір нәрсені жасауыңа сәттілік деген мағынаны білдіреді. Мысалы, have fun traveling. Саяхатыңа сәттілік. Бұл жақсы мағынада. Бірақ мына бір үзіндіде музыкант кішкене мысқылдап айтып жатыр. Look, тыңда, егер сен қатты қорқып тұрсаң, онда осы аяқ киімді үстіп тазалап жүре беруіңе сәттілік деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл жерде бір сәттілік болсын, жолың болсын деген бір жақсы мағынада айтып тұрған жоқ. Бұл кішкене мысқылдап, кішкене ирониямен айтып тұр. Come on, what did De La Cruz always say? Давай, қанекей, De La Cruz осындай уақытта не айтушы еді деген мағынаны білдіреді. Негізі come on дегенді міндетті түрде қолданыңыздар күнделікті өмірде, себебі өте жиі қолданады. Мысалы, come on, you can do it. Қанекей сен қолыңнан келеді деген мағынаны білдіреді. Ал De La Cruz не айтады екен? Мына жақтан жауабын қарайық. Seize your moment. Seize your moment.
Бұл прям advanced деңгейіндегі сөз. Seize дегеніміз бұлай қолмен қысып ұстап қалу деген мағынаны білдіреді. Seize your moment дегеніміз өзіңнің мүмкіндігіңді осылай қолмен жұлып ал деген мағынаны білдіреді. Яғни сен мүмкіндікті күтіп отырмайсың, ештеңе жасамай отыру емес, кәдімгідей әрекет ет, сол бір мүмкіндікті ұстап қалуға тырыс деген мағынаны білдіреді. Көп жағдайда seize your moment, не болмаса seize your opportunity. Opportunity дегеніміз мүмкіндік, возможность дейміз ғой. Возможностьті ұстап қал деген мағынада қолданамыз. Бұл прям дайын тіркес. Көп жағдайда бірге жүреді. Ал ары қарай кеттік. Show me what you got, muchacho. I'll be your first audience. Show me what you got, muchacho. I'll be your first audience. Show me what you got. Ал қолыңнан не келетінін көрсет дегенді білдіреді. Бұл прям дайын тіркес. Мысалы, бұл көп жағдайда кәдімгі дайын тіркес ретінде қолданады. Мәселен, елестетіңіз. Волейболшылар ойын ойнайын деп жатыр. Тренер оларға айтса болады. Show me what you got, guys. Қолдарынан не келетінін көрсетіңдер барлығына деген мағынаны білдіреді. Не болмаса, сіздің мұғаліміңіз экзамен тапсырардан бұрын сізге айтуға болады. Show me what you got. Ал не білеріңді көрсет. Қолыңнан не келетінін маған қазір көрсет деген мағынаны білдіреді. Muchacho бағана айттым, я, кішкентай баланы айтқан кезде қолданамыз. Балақай деген сөз. I'll be your first audience. Audience дегеніміз аудитория, тыңдарман деген мағынаны білдіреді. Ал мен сенің бірінші тыңдарманың боламын дейді. Жалпы осы барлығын біз сөздерді, грамматиканы барлығын талдадық. Енді мына бір видеоны қайта бір қараған кезде толығымен түсіну қажетсіз. Ал өзіңізді сынап көріңіз. Ay, muchacho. Huh? I asked for a shoe shine, not your life story. Oh, yeah. Sorry. I just can't really talk about any of this at home, so... Look, if I were you, I'd march right up to my family and say, hey, I'm a musician. Deal with it. I could never say that. You are a musician, no? I don't know. I mean, I only really play for myself. Did De La Cruz become the world's best musician by hiding his sweet skills? No! He walked out onto that plaza and he played out loud. Mira, they're setting up for tonight. The music competition for Dia de Muertos. You want to be like your hero? You should sign up. My family would freak. Look, if you're too scared, then, well, have fun making shoes. Come on, what did De La Cruz always say? Seize your moment? Show me what you got, muchacho. I'll be your first audience. Ал сіздер барлығын 100% түсіндіңіздер деген үміттемін. Міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді ұнады ма комментарийға жазуды ұмытпаңыз. Ал енді сіздің біліміңізді сынап көрейік. Мына бір сөздердің аудармасы қалай болады? Видеоны паузаға қойып, міндетті түрде аудармасын аударып көріңіз. Қаншалықты сөзді таба алдыңыз, міндетті түрде пікір жолына жазып қалдырыңыз. Мен үшін өте қызықты. Ал келесі сабақта көріскенше. See ya!